Номері 4-ші тапсырманы есепті қалай шығаруға болады? Бұл жерде мазмұнды есеп берілгендіктен біз берілген мұқият оқуымыз керекпіз. Не туралы айтылған? Оқып көрейік. Гүлзарда 8 ақ және 7 қызыл раушангүл өсіп тұр. Гүл шоғын құрастыру үшін 5 раушангүл қиып алынды. Гүлзарда неше раушангүл қалды? Бұл есепте раушангүл туралы айтылып тұр. Бірінші, өсіп тұрған раушангүл нешеу? Қандай раушангүл өсіп тұр бізде? Өсіп тұрғаны 8 ақ және 7 қызылы. Осы өсіп тұрған раушангүлдердің 5-еуін қиып алды дейді. Және бізден сұрайды, неше раушангүл қалды деп. Олай болса, шартын құрып көрейік. Шарты: өсіп тұр. Өсіп тұрғаны нешеу? 8 ақ раушан және 7 қызыл раушан. Осы өсіп тұрған раушангүлдердің нешеуін қиып алды? 5-еуін қиып алды. Жазамыз енді. Қиып алынды 5 раушангүл. Сонда бізден сұрайды, Гүлзарда неше раушангүл қалды деп сұрап отыр. Нешеуі қалды? Қалды белгісіз раушангүл. Мінеке, есептің шартын құрдық. Енді шешуін шешеміз. Шешуін қалай шешеміз? Шешуі: өсіп тұрғаны бізде 2 түрлі раушангүл. 8 ақ раушангүл және 7 қызыл раушангүл. Сондықтан 2 түрлі раушангүл болғандықтан біз өсіп тұрған раушангүлдердің барлығын табуымыз керекпіз. Олай болса, біз 8-ге 7-ні қосамыз. Сонда бізде өсіп тұрғаны 15 раушангүл екен. Осы 15 раушангүлдің 5-еуін қиып алды. Қиып алды десе, біздің раушангүліміз көбеймейді, керісінше азаяды. Сондықтан азайтамыз. Қиып алды, алып тастады деген сөздер болса азайтамыз. 15-тен 5-ті азайтамыз, 10. Сонда мінеке біздің сұраққа жауап табылды. 5 раушанды қиып алғаннан кейін сонда 10 раушангүл қалды. Енді жауабын жазамыз. Жауабына не жазамыз? Жауабын жазу үшін бірінші мына жерден сұрақ белгісін іздеп тауып аламыз. Сұрақ белгісін таптық. Ол қай сөзде тұр? Міне мына сөзде тұр, қалды. Осы сөзді жауабына жазамыз. Қалды неше раушангүл? 10 раушангүл. 10 раушангүл. Міне есеп осылай шығады. 2 амалмен шығып тұр. Бірінші амал, екінші амал. Бірінші қосу, сосын азайту. Енді дәл осыған ұқсас есеп, номері 5-ші есептің А нұсқасын орындаймыз. Осыған қарап отырып.